Сәлеметсіздер, құрметті YouTube арнасын көрермендері. Қазір мен сіздерге Google планета Земля арқылы белгілі бір нысанның ауданын өлшеудің тәсілдерін көрсетейін деп отырмын. Менің мысалымда Марқакөл ауданы Бұғымүйіз ауылының көлемін өлшеп көреміз. Google планета Земля бағдарламасын қолдана отырып, қазір Бұғымүйіз ауылын біз жақындатамыз. Бұғымүйіз ауылы көрсетілген, ғарыштан түсірілген суреті. Енді осы ауылдың көлемін өлшеп көрейік. Ол үшін линейка батырмасын басамыз. Бұл жерде линия, путь, многоугольник, круг, 3D путь, әртүрлі мысалы жұмыс батырмалар көрсетілген. Менің мысалымда многоугольник батырмасын басамыз. Енді осы многоугольник батырмасын басқаннан кейін қазір біз ауылдың көлемін өлшеп көрейік. Бастадық. Қарап отырғанымыздай біз ауылдың көлемін өлшеп жатырмыз. Біз белгілі бір линияны басқан сайын өлшемі өзгеріп отырады. Құрметті көрермендер, қарап отырсақ, линияның ұзындығы 2,5 километр көрсетілген көріп отырмыз. Яғни ауылдың жалпы мөлшері 26 гектар территорияны алып жатыр екен. Бұл жерде біз квадрат километр, квадрат метр, фут, ярд, миль деген секілді өлшем бірліктерін көре аламыз. Бізге қажетті гектар, яғни 26 гектар территорияны алып жатыр. Қанша квадрат километр екенін біз мына кв километр бөлімін басқан кезде шығады. Қарап отырсақ 0,27 километр квадрат территорияны алып жатқанын біз көре аламыз. Бұл өлшемді сақтау үшін сохранить батырмасын басамыз. Бұл жерде ақпараттық бөлім шығады жазып қойға болады. Мысалы, Бұғымүйіз ауылының көлемі деп. Бұл жерде қанша гектар территорияны және ұзындығы қанша деген қажетті ақпаратты қосымша ретінде жазып қойға болады. Google планета Земляның легенда бөлімінде біздің ауылымыз туралы ақпарат пайда болды. Тыңдағандарыңызға рахмет.